Қар көшкіндері. Таудағы жалпы қауіпсіздік ережелері. Көшкін. Бұл таулардың тік беткейлерінен құлаған қардың немесе мұздың массасы. Көшкіннің құлауы ең үлкен жойылуды тудыратын ауа алдындағы толқынның пайда болуымен бірге жүреді. Жаңадан жауған қар бізге мамық сияқты жеңіл болып көрінеді. Оның текше метрі небәрі 50-60 килограммды құрайды. Қардың текше метрінің салмағы 300-400 килограмм. Көктемдегі суға қаныққан сол текше метр 2 есе ауыр болады. Қар көшкінінің түрлері. Арпалар. Қар көшкіні. Оның белгілі бір жойылу арнасы жоқ. Көбінесе ұзындығы жүздеген метр болатын қарлы беткей түсіп, төмен қарай сырғанайды. Науа қар көшкіндері. Қарды қатаң белгіленген арнаға, беткейлердегі шексіз ойықтарға, науаларға апарады. Секірмелі қар көшкіндері. Аңғардың түбіне жартастар немесе мұздар арқылы еркін құлайды. Құрғақ қар көшкінінің түсуі. Құрғақ қар көшкіні бұрпылдақ қардан тұрады және әсіресе тез жарылады. Олар кішкентай қар көшкінінен басталады, бірақ топырақ шайқалуы пайда болған соң толқын тез ұлғаяды. Көбінесе қар көшкіндері қыста және көктемде түсіп кетеді. Биік тауларда жыл бойы түсу қаупі бар. Ең қауіпті орта беткейлер 30-50 градус. Мұндай беткейлерде қар жамылғысы көшкіндердің пайда болуы үшін жеткілікті. 60 градустан жоғары беткейлерде көшкін ықтималдығы аз. Өйткені жаңа жауған қар жиналмай төмен түседі. 12-15 градус беткейлерде көшкін болған жағдайлар болған. Қар көшкінінің түсу себептері. Ұзақ қар жауыны, қардың қарқынды еруі, жер сілкінісі, тау беткейлерінің сілкінуіне және ауа ортасының ауытқуына әкелетін жарылыстар, адамдардың қызметі. Көшкіннің дамуы. Борпылдақ қар тығызырақ қабатта сырғанайды. Жылдамдағаннан кейін қардың массасы ауаға көтерілуі мүмкін. Қар көшкіні кейде 350 км/сағат жылдамдыққа дейін жетеді. Қар көшкіні баурайдан миллион тоннаға дейін қар алып, оның алдында әуе соққы толқынын жүргізе алады. Ол, бомба жарылғандай, оның жолындағы барлық нәрсені жояды. Бірнеше ережелерді есте сақтаңыз. Қарлы карниздерден аулақ болыңыз. Карниз – бұл желдің әсерінен пайда болатын қар балконы. Барлық қиындығы жоғарыдан карнизден өтіп бара жатқанда, ол құлап, көшкінге айналғанша бұл карниз екен болжауға болмайды. Қар көшкінінің қауіпті уақыты. Қатты қар жауғаннан кейін 3-5 тәулік ішінде. Аяздан кейін еріту. Қатты жел көктемде сағат 12-ден 18-ге дейін. Көшкін қауіптілігінің белгілері. Беткейдің тіктігі 20-дан 50 градусқа дейін. Ағаш және бұта өсімдіктерінің болмауы. Бұрынғы көшкіннің белгілері. Қар карниздері. Егер дегенмен қар көшкіні сізді сүйреп бара жатса, жүзіп, мүмкіндігінше жер бетіне жақындауға тырысыңыз. Егер сіз тереңдікте болсаңыз, дем алу үшін қар мұрын мен аузыңызға тимейтіндей етіп, қолыңызды жауып қойыңыз. Қимылдың тоқтағанын сезгенде, қолыңызды немесе басқа нәрсені созып көріңіз. Егер сіз бұл төбенің қай жерде екенін анықтай алмасаңыз, сілекей ағысының бағыты бойынша сіз өзіңіздің қандай күйде екеніңізді анықтай аласыз. Айғайлаудың пайдасы жоқ. Энергияны үнемдеңіз. Қар кез келген дыбысты сөндіреді. Ең бастысы, алаңдамаңыз. Сізді тауып құтқарады. Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті Алмалы ауданының төтенше жағдайлар басқармасының бүгінгі сабағының тақырыбы. Улы газ дегеніміз не және ол неге қауіпті? СО немесе көміртетігі тотығы. СО немесе көміртетігі тотығы бұл оттегінің жеткіліксіз болуына байланысты тұрмыстық газдың толық жанбауы нәтижесінде пайда болатын улы газ. Улы газдың иісі жоқ және оны көру мүмкін емес. Адам көмірқышқыл газын сезе алмайды. Улы газбен дем алғанда көміртетігі тотығы қанға еніп,
гемоглобиннің азығы оттегін тасымалдау қабілетін тежейді. Адам уланудың нәтижесінде қайтыс болады. Көмір қышқыл газымен уланудың басты белгілері: бастың ауруы, бастың айналуы, ентігу, жүректің жиі қағуы, көздің қарауытуы, беттің қызаруы, жүректің айнуы және жалпы әлсіздік. Алдын алу шаралары: пештер мен каминдерді ережелерге сәйкес қолданыңыз. Желдету жүйесінің жұмысын үнемі тексеріп отырыңыз және мұржаны уақытылы тазалаңыз. Пештер мен каминдердің кірпішін қалауды тек мамандарға сеніп тапсырыңыз. Әрқашан жабық гаражда машина қозғалтқышын өшіріңіз. Көмір қышқыл газының концентрациясы өлімге әкелу үшін қозғалтқыштың 5 минуттық жұмысы жеткілікті. Мұны есіңізде сақтаңыз. Автомобиль салонда ұзақ уақыт болған кезде, тіпті одан да көп ұйықтау кезінде әрқашан қозғалтқышты өшіріңіз. Ереже бойынша улы газбен уланудан күдіктенуге болатын симптомдар пайда болған жағдайда терезелерді ашып, таза ауаның келу мүмкіндігінше тезірек қамтамасыз етіңіз. Егер уланғаныңызды сезсеңіз, үй-жайдан таза ауаға шығыңыз. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз. Қарапайым ережелерді сақтаңыз. Көкшетау техникалық институтына күндізгі оқу түрі бойынша орта білімі бар, жеке, моральдық, іскерлік және кәсіби қасиеттері, денсаулығы мен дене шынықтыру білім деңгейі бойынша оларға жүктелген лауазымдық міндеттерді орындауға қабілетті Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады. Оқуға қабылдаудың кезеңдері келесі бөлімдерден тұрады. Бірінші кезең – талапкерлерді тіркеу және құжаттарды тапсыру. Екінші кезең – әскери дәрігерлік сараптама қағидаларына сәйкес талапкердің түпкілікті медициналық куәландырудан өтуі. Үшінші кезең – талапкердің дене шынықтыру көрсеткіштері бойынша нормативтерді тапсыру. Төртінші кезең – конкурстық іріктеу мен институтқа оқуға қабылдау. Институтқа түсу үшін құжаттарды қайда және қашан тапсыруға болады? Институтқа оқуға түсу үшін жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелеріне өтініш жазу қажет. Оқуға түсуге қажетті құжаттардың тізімін осы бөлімшелердің кадр саясаты бөлімі береді. Сонымен қатар, оқуға қабылдау туралы толық ақпаратты институттың сайтынан және Instagram парақшасынан алуға болады. Институтқа оқуға түсуге өтініштер жылдың басынан бастап қабылдана бастайды. Талапкерлерге ұбт бойынша қойылатын шектік балл қандай? Институттың конкурстық сайысына қатысу үшін балдың ең төменгі шегі 50 балл. Бірақ балл неғұрлым жоғары болса, оқуға түсу мүмкіндігі соғұрлым артатынын ескеру қажет. Өйткені соңғы жылдары институтқа түсу конкурсы бір орынға 3 адамды. Ал 2020 жылы оқуға түскендердің орташа баллы 72 баллды құрады. ұбт тапсыру үшін физика және математика пәндерін таңдау қажет. Талапкерлердің дене шынықтыру дайындығы бойынша нормативтік талаптар қандай? Арналы оқу орындарына, қағидаттарына арналған дене шынықтыру даярлығы бойынша ер адамдар үшін нормативтер. Ол бірінші 100 метрге жүгіру, екінші 1000 метрге жүгіру және үшіншісі кермеге тартылу. Институтта оқу жылы және тәртібі қандай? Институтта курсанттар үшін оқу тегін. Барлық оқу кезеңінде курсанттар тегін киім-кешекпен, тамақпен және мемлекеттік шәкіртақымен қамтамасыз етіледі. Институтта оқу уақыты 4 жыл, ол жалпы еңбек өтіліне қосылады. Шет елдердің бейіндік оқу орындарына түсудің талаптар қандай? Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасының бейінді жоғары оқу орындарына оқуға түсу үшін үміткерлерді іріктеуді, аталған оқу орындары бекіткен тәртіпке сәйкес орыс тілін меңгерген үміткерлер арасында ұбт-ның ең жоғары баллы бойынша қабылдау комиссиясы жүзеге асырады. Медициналық комиссия оқуға үміткерлерге қандай талаптар қояды? Оқуға түсуге үміткерлердің дене бітімі сау, әскери қызметті өткеруге жарамды болуы тиіс. Медициналық комиссия тұратын жері бойынша Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының әскери дәрігерлік сараптама жүргізу қағидаларының негізінде жүзеге асырылады. Институт түлектері жұмысқа қалай орналаса алады? Көкшетау техникалық институтының барлық түлектеріне лейтенант атағы беріліп,
толық оқу курсын бітіргеннен кейін тұрғылықты жері бойынша Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау органдарының бөлімшелеріне кепілді түрде жұмысқа орналастырылады. Болашақ құтқарушы батыл, шымыр, жылдам болуы керек. Армысыз қымбатты инстакөрермен. Бүгіннен бастап өздеріңізге курсанттың күнделікті өмірі туралы тұрақты түрде айтып отырамыз. Дәл қазір 2-ші курстың 5-ші взводы физикалық дайындық пәнін өтуде. Бүгін олар кроссфит спортының сан қырымен танысады. Және мынау баллон 60-70 килограмм тұрады. Мұны 50 метрге дейін олар лақтырып жеткізулері керек. Ендеше қызықтың бәрі алда, бізбен бірге болыңыздар. Выполняем катание баллона, что и переноска баллона, что вырабатывает в курсантах физическую форму, это прокачка ног, спины, рук, вырабатывает выносливость в первую очередь, которая в дальнейшей их службе понадобится. Кроссфит 2 выполняет катание баллона, но уже не переноска баллона, а перебрасывание малого диаметра баллона через себя. То же самое укрепляет спину, руки, ноги, вырабатывает выносливость, но при этом в дальнейшей жизни, когда курсант станет спасателем, он встретится, когда устал, и уже сил нет, он должен в своей дальнейшей жизни пожара столкнется с разными преградами, преодолеть их, выбросить, оттолкнуть, что позволяет нам как раз малым диаметром это продемонстрировать.
надо.